Hello everybody. Сәлеметсіңдер ме, құрметті студенттер? Менің онлайн сабағыма қош келдіңіздер. Sentence stress and rhythm. Sentence stress. Sentence stress is a governing stress in connected speech. All words have their individual stress in isolation. When words are connected into sense groups, also called thought groups, etc., logically connected groups of words, and sentence groups are connected into sentences. Content words keep their stress, and function words lose their stress. The most important words in the sentence receive stronger stress. The last stressed word in the sentence receives the strongest stress with the help of a fall or a rise. Сөйлемдегі екпін. Сөйлемдегі екпін бұл байланысты сөздегі басқарушы екпін. Барлық сөздерде өзі бөлек қолданған кезде жеке екпіні болады. Сөздер мағыналық топтарға қосылғанда, сондай-ақ ойлау топтары деп аталады, яғни логикалық байланысқан сөз топтары деп аталады. Ол мағыналық топтар сөйлемдерге қосылғанда мазмұндық сөздер өз екпінін сақтайды, ал функционалдық сөздер өз екпінін жоғалтады. Сөйлемдегі ең маңызды сөздер күшті екпін алады. Сөйлемдегі соңғы айтылған сөз құлау немесе көтеру арқылы ең күшті екпін алады. Stress in some words or word combinations may be shifted or weakened in a certain way to keep the rhythm of speech. For example, New York City in the afternoon sleep. Кейбір сөздер мен сөз тіркестеріндегі екпін сөйлеу ырғағын сақтау үшін белгілі жолмен ығысуы немесе әлсіреуі тиіс. Мысалға алғанда, біз New York сөзін бөлек қолданғанда, ол New York, яғни York деген буыны бізде ығысуы мүмкін. Бірақ керісінше біз City сөзімен бірге қолданғанда New York City деп айтамыз. New York City. Сол сияқты afternoon сөзі. Мысалы, in the afternoon және afternoon sleep. In the afternoon sleep. Келесі. Мысалдар. Anne is reading a new book. Анна жаңа кітап оқып жатыр. Anne is reading a new book. What book is she reading? Ол қандай кітап оқып жатыр? What book is she reading? Яғни мұнда is she деген әлсіреп кетті. What book біз интонацияны жоғары ұстаймыз. Ол қандай кітап оқып жатыр? Does she like the book? Оған кітап ұнайды. Does she like the book? Ескертпе. Бұл материалда үлкен әріппен белгіленген буындар екпінді білдіреді. Сондықтан оқығанда дауыс көтеріледі. Және бұл сөйлемдерде слэш қолданған. Слэш дауыстың төмендеуін көрсетеді. Ал тура тұрған слэш интонацияны, яғни керісінше
көтерілуін көрсетеді. Emphatic stress may be used in the sentence usually to compare, correct, or clarify things. Emphatic stress singles out the word that the speaker considers the most important, and in the case even a function word may be stressed. Emphatic stress немесе эмфатикалық екпін әдетте заттарды салыстыру, түзету немесе нақтылау үшін сөйлемде пайдаланылуы мүмкін. Эмфатикалық екпін сөйлеуші үшін маңызды санайтын сөзді бөледі. Мысалы, ол кейбір жағдайларда функционалдық сөз ерекше болып белгіленуі мүмкін. For example, Tina gave the book to Anne. Tina Аннаға кітап берді. Tina gave the book to Anne. I said the Max gave the book to Anne. Мен Максқа Аннаға кітапты беруін сұрадым. I said the Max gave the book to Anne. He gave her the book. He gave her the book. Ол маған кітап берді. Sentence stress is the main means of providing rhythm in speech. Rhythm is the key to fluent English speech. Imagine a metronome beating the rhythm. The stressed syllables are like the beats of the metronome, regular, loud, and clear. The unstressed syllables between the beats are shortened, obscured, and joined together. Яғни, сөйлемдегі екпін сөйлеу ырғағын қамтамасыз етудің негізгі құралы болып табылады. Ритм ағылшын тілінің кілті. Елестетіп көрейікші. Мысалы, метроном өз ырғағын ұрып тұр. Белгіленген буындар метроном соққыларына ұқсас, тегіс, қатты және айқын. Соққылар арасындағы соққы жоқ буындар қысқартылады, қараңғыланады және бірге қосылады. For example, Kevin sent a letter. Kevin хат жіберді. Let's mark the stressed syllables. Kevin sent a letter. Kevin sent a letter. Яғни, Kevin белгіленбеген сөз буын және артиклі, олар бірге қосылып кетеді. Біз оны қатты белгілемейміз. Олар қараңғыланған буын деп саналады. Назарларыңызға рахмет, құрметті студенттер. Thank you for your attention. Осы видео онлайн видеоға мен сіздерге үй жұмысын салып жіберемін. Осы үй жұмыстарын келесі жұмаға дейін менің онлайн электрондық поштама жіберуіңізді өтінемін.